Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен соданың адам ағзасына тигізетін пайдасы жайлы сөз өрбітпекпін. Каналымызға қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сіз соданы ем-дом ретінде қолданып көрдіңіз бе? Кішкене күнімізден қорабы мен түр сипаты өзгермейтін ас содасы көптеген қолданысқа жарап келеді. Бүгінде ас содасын химиялық, жеңіл, тоқыма, аспаздықта және тіпті дәрі-дәрмек ретінде қолданылады. Ас үйде түрлі бәліштер пісіру үшін қопсытқыш орнына жүрсе, енді тағы бірде сусындар дайындау үшін, еттің дәмін шығарып тез дайындау үшін пайдаланады. Ас содасын дәрі-дәрмек ретінде қай кезде қолданады? Жөтелді жеңілдету үшін ас содасы ылғалды жөтел кезінде қақырықты түсіруге көмектеседі. Тамақ, тіс ауырғанда бактерияларды өлтіруге, сонымен қатар тісті тазалау үшін де қолданады. Асқазан қыжылы кезінде жылы суға салып ерітілген сода қоспасы әп-сәтте қыжылды басады. Жүрек дүрсілдеп қатты соққанда соданың сұйық ерітіндісі жүрек соғуын тыныштандыруға көмектеседі. Егер қан қысымыңыз көтерілсе, соданың сұйық ерітіндісі ағзадан суды шығарып, қан қысымын төмендетеді. Түрлі суық тию барысында, мысалы конъюнктивит кезінде сода сұйықтығымен көзі сүртіп отыруға болады. Тіпті шынтақ, өкше терілерінің қабыршықтануында жібіту үшін сода қосылған жылы суға салады. Ванна қабылдар сәтінде ванна толтырылған суға 5 ас қасық сода салып, 10-15 минут көлемінде қабылдасаңыз, теріңіз жұмсарып, қан айналымы жақсарады. Сода буындағы, омыртқадағы іркілген зиянды заттарды жоя алады. Қанды сілтілендіреді. Оны жәндік шаққан жерге таңып қышуды басуға болады. Көбіне құрт құмырсқа, шыбын шіркей, маса шаққан жерлерді тез кетіреді. Егер шаққан жеріне күніне бірнеше рет жақса, қызарғаны да, қышығаны да басылады. Ас содасының әдемілікке де әсері бар. Безеу мен бөрітуден тазарту үшін жылы сода ерітіндісімен жуынып, бөрітуді емдеуге болады. Ерітінді теріні құрғатып, ісіну мен қозуды басады. Әдетте жуынуға қолданатын көбікшеге шым-шым соданы қосып, алақанда араластырып, көпіршітіп, бірнеше минут бойы бетті уқалап, салқын сумен жуу, ұсақ тесіктерді ашып, өлі жасушалардан тазалап, бет терісін нәзік етеді. Бұның барлығын былай алып тұрғанда, қаншама жылдар бойы зерттеліп, дауасы табылмаған қатерлі ісік, яғни рактың алдын алып, тіпті емдеуге де қолданылады. Бұған себеп Италияның белгілі онкологы Тулио Симончини қатерлі ісікті ас содасымен емдеуге болады екен. Оның айтуынша, қай ағза, қай ұлпада болмасын, қатерлі ісік бір себептен басталады. Ұзақ жылдық тәжірибесінде Симончини қатерлі ісіктің бәрі ағзаның ең әлсіз, ауруға бейім тұсында пайда болады. Кандида саңырауқұлағының көбейіп, жан-жаққа таралуынан басталатынына көз жеткізіпті. Негізі белгілі мөлшерде ол адам ағзасында кездесетіндігін және ол көбейгенде жан-жағына тарап, олы шабуыл жасайтынын атап өткен. Сондықтан да ол шоғырланған жерде ағза өзінің қорғаныш қабатын түзе бастайды. Осы қорғаныш қабатын құрайтын түйін тектес қатерлі ісік болып табылады екен. Симончини қатерлі ісікті натрий биокарбонатымен емдеуге болатынына сенімді. Оның айтуынша, кандида саңырауқұлағын кәдімгі ас содасымен толық емдеп жазуға болатын көрінеді. Өйткені сода кандида саңырауқұлағын айналасына өршітпей, ағзаға зиян келтірмей жоя алатын қасиетке ие дейді. Белгілі онколог өзінің айтып дәлелдеген дүниесін баршаға іс жүзінде дәлелдеуге дайын екендігін айтады. Бірақ оған мұндай мүмкіндік берілмей отыр. Тіпті осы бастамасы атағы мен абыройынан жұрдай қылған көрінеді. Өзге онкологтар Симончинидің бұл пікіріне қосылмайтынын айтып, бар атақ абыройынан, тіпті лицензиясынан айырылыпты. Ол аздай дәлелденбеген зиянды әдіс тәсілмен емдеді деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырыпты. Бүгінде Симончини түрмеде өз жазасын өтеп жүр. Десе де, ол өз пікірін әлі де толық қолдайтынын жеткізеді. Бір қызығы, онкологты өз әріптестері қолдамаса да, қатерлі ісікке шалдыққан адамдар арасында осы зерттеуді қолдап, тәжірибеден өтуге келісіп отырғандар да жетерлік.
Соның ішінде Симончинидің тәжірибесін қолданып, қатерлі ісік көлемін кішірейтіп, басынан өткен келіншектің оқиғасы себеп болған көрінеді. Омырау безі қатерлі ісігіне шалдыққан 30 жастағы келіншек онкологты темір тордың артынан іздеп барып, онымен кеңеседі. Содамен емделіп көргендігін, содан оң нәтиже көргендіктен өзінің қолдаушы топ жинайды. Соның әсерінен Симончинидің өзі абақтыда отырса да, өзінің тәжірибесін қолдап, соданы сынақтан өткізуші топтар өздігінен көбейген. Ал өзге онкологтар бұған алаңдаулы болғанымен тосқауыл қоя алмаған. Абақтыдағы онколог 25-тен аса жағдайда антибиотик қолданғандардың омырау безі қатерлі ісігіне шалдығуға қаупі 2 еседен артатынын айтады. Десе де, соданы пайдаланарда сақтау керек ережелер бар. Бірінші ереже: соданы ішке қабылдағанда бірден 1 қасық ішуге болмайды. Шай қасықтың ұшымен алып, бір стакан 40 градус шамасында суға ерітіп ішкен жөн. 1 апта бойы дәл осы қалыпты, осы мөлшерді сақтау керек. 1 апта ішіп, 1 апта демалып, қайта жалғастырар сәтте содаға аздап тағы қосуға болады. Бірақ 1 шай қасық соданы толтырып қолдануда кері әсер беру қаупі болғандықтан жарты қасықтан көп қылмағаныңыз абзал. Екінші ереже: соданы құрғақтай қолдануға болмайды. Міндетті түрде жылы суға ерітіп ішу қажет. Үшінші ереже: соданы ішерде тексерістен өткен абзал. Егер сізде асқазан ішек жарасы болса, қолданбаған абзал болады. Төртінші ереже: соданы ішкеннен кейін міндетті түрде суды күн бойында көп ішу керек болады. Бесінші ереже: соданы қайнаған суға ерітуге болмайды. Бөлме температурасында немесе одан кішкене ыстықта болса жеткілікті. Алтыншы ереже: түнгі уақытта немесе жатар уақыт алдында соданың ерітіндісін ішуге болмайды. Себебі соданы ішкеннен кейін қимыл жасау керек және де көптеген су ішу қажет болады. Жетінші ереже: ас содасын тамақтануда 30 минут алдын аш қарынға 1 стакан суға араластырып ішу керек. Бастапқы уақытта қолданғанда кері әсері болмас үшін аптасына 1 рет немесе айына 1 рет ішіп, сынамадан өткізіп көрген жөн болады. Артық етемін деп өз денсаулығыңызға зиянын тигізіп алмас үшін. 8-ші ереже: өзіңізде қандай да бір ағзаңызда ауру болса, өз дәрігеріңізбен кеңесіп ішкеніңіз абзал. Бүгінгі сіздерге берген кеңесіміз пайдалы болған болса, кәдеңізге жарасын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.